Құрметті достар, бүгін біз сіздермен қызылша ауруы туралы өтетін боламыз. Қызылша ауруы бұл инфекциялық жұқпалы ауру. Сондықтан да бұл ауру қазіргі таңда балалар арасында, ересектер арасында, егде жастағы және жасөспірімдер арасында да кездесіп жатыр. Сондықтан да бұл ауру туралы сіздер жан-жақты білу керексіздер. Осы мақсатпен мен сіздерге бүгін осы ауру туралы толық ашып айтып өтетін боламын. Қызылша ауруы дегеніміз ауа арқылы таралатын жоғары контагиозды жедел вирустық жұқпалы ауру. Қызба мен көздің шырышты қабықшаларының, мұрын жұтқыншақ пен жоғары тыныс алу жолдарының қабынуымен, аузың шырышты қабығына шығатын ерекше бөртпелермен және терідегі теңбіл папулалы бөртпелермен өтеді. Қызылшаны жұқтыру қаупі кімдерде жоғары дейтін сұраққа жауап беретін болсақ, вакцинацияланбаған жас балаларда қызылша ауруымен асқынулардың, соның ішінде өлімнің даму қаупі жоғары. Вакцинаға дейінгі қызылша дәуірі балалық оба деп аталған. Вакцинацияланбаған жүкті әйелдерге де қауіп төнеді. Иммунитеті жоқ кез келген адам вакцинацияланбаған немесе вакцинациядан кейін иммунитетті дамытпаған адам қызылшаны жұқтыруы мүмкін. Қазіргі жағдайдағы қызылша. Қазіргі жағдайда балалардағы қызылша негізінен 5 айдан бастап 3 жасқа дейінгі балаларда тіркеледі. Бұл 81,8% құрайды. Негізінен вакцинацияланбаған адамдарда 95,5%, әдетте орташа ауыр типтік түрінде жүреді. Бұл 95,4% құрайды. Қызылшаның ерекше асқынуларының арасында стенозды ларинготрахит және обструктивті бронхит басым болып тұр. Бұл аурулар ларинготрахит пен обструктивті бронхит тыныс алудың қиындауымен көрінетін, ентігумен болатын, дауыстың қарлығымен және ит сияқты үріп шығатын клиникалармен көрінетін ауру. Сондықтан бұл аурулар өз кезегінде медициналық көмек көрсетілмесе, өлімге алып келуі мүмкін. Аурудың сипаттамасына келсек, қызылша адамның ең жұқпалы ауруы. Марбелла вирус тұқымдасының парамаксавирусынан туындаған. Қызылша вирусының таралуы адамнан адамға негізінен ауа тамшылары арқылы таралады. Жабық мекемелерде болған адамдарға қызылша ауа тамшылары арқылы жұқтыру 2 сағатқа дейін тіркелген. Жіктелуіне келсек, типі бойынша типтік, типтік емес. Типтік емес метегірленген, аборттық, өшірілген, симптомсыз, гиперотты болып бөлінеді. Қызылшаның клиникалық кезеңдеріне тоқталсақ, бірінші катаральды кезеңі, бөртпелер кезеңі, үшінші пигменттену кезеңі. Ауырлық дәрежесіне байланысты жеңіл, орташа ауыр және ауыр болып бөлінеді. Ағымына байланысты біркелкі, біркелкі емес. Біркелкі емес ол асқынуларымен, қосарланған жұқпаның қабаттасуымен, созылмалы аурулардың өршуімен өтеді. Диагностикасына келсек, бірінші науқастың шағымдары ол қызудың 38-39 градусқа дейін көтерілуі, бастың ауруы, әлсіздік, енжарлық, дімкәстік, мұрынның бітелуі, түшкіру, сірнелі мұрын сөлінің мол бөлінуі, тыныс алу жолдарындағы шыбырлау сезімі, дауыстың қарлығуы, қатты жөтел, көзден жас ағу, жарықтан қорқу, теріге бөртпелердің шығуы. Аурудың анамнезіне тоқталсақ, бірінші жедел басталады. Екінші сырқаттың алғаш күндерінде айқын интоксикация белгілерімен 4-5 күннен бастап бөртпелердің шығуымен жүреді. Үшінші ауру симптомдары пайда болғанға дейін 7-18 күн бұрын қызылшамен ауырған адаммен қатынаста болуы. Физикалық зерттеп қарауға келсек, бірінші интоксикация кезеңінде бұл кезеңнің ұзақтығы 3-4 күнді құрайды. Үдемелі интоксикация синдромы, яғни жөтел, ринит, конъюнктивит, көзден жас ағу, жарықтан қорқу, блефароспазм. Қызылша энантемасы пайда болады, яғни ол жұмсақ және ішінара қатты таңдайдың шырышты қабығындағы қызыл біртексіз пішіндегі дақтар. Кіші азу тістерге қарсы ұрттың шырышты қабығындағы, сирек жағдайда ерінің қызылектің шырышты қабығындағы
Белский филатокоплик дақтары пайда болады. Бұл көбіне кезеңнің соңында пайда болады. Осындай дақтарды көретін болсаңыз, сіз бірден қызылша ауруына күдіктенсеңіз болады. Бөртпелер кезеңінде тоқталсақ, бірінші дене қызуының қайталап көтерілуі, бірінші күннен бастап бетте, мойынға, құлақтың сырт жағына, кеуденің жоғарғы бөлігіне таралуымен бөртпелердің кезеңдік пайда болуы жүреді. Екінші күні кеудеге таралды, үшінші күні аяқ қолдың проксималды бөлімдеріне таралды. Көріп тұрғандарыңыздай суретте А, Б, В көрсетілген. Бұлар пай этапына таралған. Үшінші бірігу үрдісі бар және жойылу кезінде пигментацияға ауысатын макулопапулалық бөртпелер пайда болады. Улану тыныс алу жолдарының шырышты қабықтары мен көздің шырышты қабықтары конъюнктивалары тарапынан болатын интоксикация құбылыстары, яғни мұрынның бітелуі, жөтел, көзден жас ағу, жарықтан қорқу күшейе түседі. Белский филатокоплик дақтары кезеңнің бас кезінде сақталады, кейін кетіп қалуы мүмкін. Трахеобронхит құбылысы пайда болады, жүректің соғу дыбысының тұйықталуы, артериялық қан қысымының төмендеуі көрінеді. Зертханалық зерттеулерге тоқталсақ, жалпы қан анализінде интоксикация кезеңінде лейкопения, нейтропения көрінеді. Бөртпелер кезеңінде лейкопения, эозинопения, тромбоцитопения байқалады. Бактериялық асқынулар дамыған жағдайда лейкоцитоз, нейтрофилез, лимфоцитопения болуы мүмкін. Жалпы несеп анализінде протеинурия, микрогематурия, цилиндурия кездесуі мүмкін. Сонымен қатар диагностикалаудың серологиялық әдісі бойынша біз қызылша антигенінің ИФА әдісі арқылы қан сарысуындағы иммуноглобулин М-ді анықтаймыз. Қан сарысуындағы иммуноглобулин М кластық антиденелерді анықтау. Иммуноглобулин М түзілуі екпе егумен байланысты туындаған жағдайлардан басқа жағдайда анықтайды. ПТР тест жүргіземіз. ПТР тестте қандағы қызылшаның РНК вирусын табу. Аспаптық зерттеулерге келсек, кеуде қуысы ағзаларының рентгенографиясы жүргізіледі. ЭКГ жүргіземіз, яғни электрокардиография, ол миокардтың жайылмалы немесе диффузиялы зақымдану белгілерін анықтау үшін. Қызылшаның асқыныстарына тоқталатын болсақ, қызылшамен байланысты асқынулар көбінесе тыныс алу немесе ас қорыту жолдарымен байланысты болады. Олар пневмония, круп, ортаңға атит, ауыз қуысының жарасы және диарея, сонымен қатар құрысулар мен энцефалитпен асқынуы мүмкін. Асқынулар қызылша инфекциясының тікелей салдары болуы мүмкін, әсіресе аурудың ерте кезеңдерінде, бірақ көбінесе қайталама бактериялық инфекцияның нәтижесі болып табылуы мүмкін. Бөртпе пайда болғаннан кейін екінші-үшінші аптада пневмония, атит және диарея сияқты бактериялық инфекциялардың жиілігі ең жоғары деңгейге дейін жетеді. Жеделдеу склероздаушы панэнцефалит. Прогрессивті нейродегенеративті әдетте өлімге әкелетін орталық жүйке жүйесінің ауруы. Ол қызылша вирусынан туындайды және баяу вирустық инфекцияларға жатады. Ауру қызылшадан кейін бірнеше жылдан кейін әдетте 8 жылға дейін басталады. Дамыған елдерде сырқаттанушылық 1 миллион тұрғынға шаққанда бір жағдайды құрайды. Қазақстанда 5 мың тұрғынға шаққанда 25-ке дейін. Бұл медициналық көмектің қолжетімділік деңгейімен байланысты. Қолда бар эпидемиологиялық дәлелдер қызылшаға қарсы вакцинацияның ПСП-ге қарсы тікелей қорғаныс әсері бар екенін көрсетеді. Олар мен ер адамдар жиі зардап шегеді. Әдетте 20 жасқа дейін осы аурумен ауыруы мүмкін. Ересектерде қызылшаның асқыну гепатит және жүктілік проблемаларын тудыруы мүмкін. Қызылша инфекциясынан туындаған жүктіліктің асқынуларына түсік тастау, мерзімнен бұрын босану, жаңа туған нәрестенің дене салмағының төмендігі және ана өлімі жатады. Қызылшадан болатын өлім-жітім коэффициенттері табысы жоғары елдерде
бұл 0,1%-дан, ал табысы төмен және орташа елдерде 3%-ға дейін. Бірақ жеткілікті тамақтанбаған, халқы көп және медициналық көмекке қол жетімдігі шектеулі елдерде 10-30%-ға дейін жетуі мүмкін. Қызылшадан болатын өлім вирустың тікелей инфекциясымен ғана емес, сонымен қатар қайталама инфекциялармен де байланысты. Алдын алу. Бұл аурудың алдын алу үшін науқасты бөртпе пайда болған сәттен бастап 5 күнге дейін оқшаулау. Екпе жасалмаған жанасушы тұлғаларды инкубацияның 8 күннен бастап 17 күнге дейін оқшаулау керек. Пассивті иммундауға ұшыраған жанасушыларды 21 күнге дейін оқшаулаймыз. Эпидемия ошақтарындағы 25 жасқа дейінгі жанасушы тұлғаларды, екпе жасалмағандарды, егу жайлы дерегі жоқ немесе бір мөлшермен егілгендерді иммундау. Ол КПК тірі құрама екпесімен немесе қызылшаға қарсы тірі моновалентті екпемен жүргізіледі. Қызылшаға вакцинациялауға қарсы көрсетілімдер болған кезінде қызылшаға қарсы спецификалық иммуноглобулин енгізеді. Қызылшамен контакт болғаннан кейін алғашқы 5 күннің ішінде вакцинациялауға болады, әсіресе жүкті әйелдер мен балаларға. Құрметті достар, назарларыңызға рахмет. Егер сіздерге сабақ түсінікті болса, комментарийға жазып, лайк басып, каналға жазылып кетулеріңізді сұраймыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.